Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Астана қаласы нөмір 62 мектеп лицейінің география пән мұғалімі Тұрғанбекова Алма Базарқалиқызы. Мен бүгін сіздерге өзімнің сабағымды ұсынамын. Сабағымның тақырыбы ұдайы өсудің типтері. Оқу мақсаттары дүниежүзі елдердің халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді. Бүгінгі менің сабағымды назарларыңызға ұсынамын. Балалар, бүгін біз 5 топқа бөліндік. Қараңыздаршы бері. Бірінші топ 0-25, екінші топ 25-44, үшінші топ 44-60, төртінші топ 60-75, бесінші топ 75-90. Сонда қарап отырсыңдар, біз бүгін 5 топқа бөліндік. Енді адамның жастық кезеңі дейді балалар. Сонда біз адамның жастық кезеңіне байланысты топқа бөліндік. Мына суретке қараңыздаршы балалар. Сіздер нені көріп тұрсыздар мына суреттен? Нені байқадыңыздар? Халықтың жас ерекшеліктері қалай бөлінеді? Балалар кімнің атымен, кімнің атасы, апалары ұзақ өмір сүрушілер. Сонда бүгінгі мына біз бір суретке қарап отырып, жас суреттен нені байқағандарыңыз айта қойыңыздаршы? Кәне, осы суреттен сіздер нені байқадыңыздар? Айта қойшы мақса? Адамның өсуі, оның дамуы, қай жасқа жетуі деп ойлаймын. Жақсы отыра ғой. Сонда адамның айта ғой? Мына жерде адамның жастық кезеңдері көрсетіліпті. Иә, жастық кезеңдері көрсетіліпті. Тағы да қандай кезең көрсетіліпті? Даму. Даму дейді жақсы. Орта жас, кәрілік, және ерте жас көрсетіліпті. 90-нан астам. Дұрыс. Ал балалар, кім айтады? Жас ерекшеліктеріне байланысты осы үйлерінде өздерінің аталарын ұзақ өмір сүруші, аталарың, әжелерің, апаларың бар ма? Ұзақ өмір сүрген. Менің арғашым болды, бірақ осы күзде қайтыс болды. Ол 102 жаста болған менің арғашым. Өте жақсы, 102 жасқа келіп әжесі қайтыс болған. Өте жас айта ғой? Менің атам, нағашы атам, ол 97-де. Ол қазір өмір сүріп жатыр. Өте жас, қай жерде тұрады? Ол қазір Түркістан облысы, Сарыағаш қаласында. Өте жақсы. Балалар тағы да кімнің ата-әжелері ұзақ өмір сүрген? Кім айта қойшы? Менің нағашы атам осы мартта 100-ге толады. Өте жақсы, тамаша иә балалар? Балалар, менің өзімнің әжем 100-ге келіп қайтыс болды. Атам 91-ге қайтыс болды. Көрдіңіз ме? Ұзақ өмір сүрушілер. Балалар, қараңыздаршы. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы халықтың ұдайы өсу типтері. Мына оқу мақсаттарына біз қарайтын болса, дүниежүзі елдерінің халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді оқу мақсаты. Ал енді сол мақсатқа жету үшін біз нені білуіміз керек? Халықтың демографиялық құрылымын атаңыз, халықтың ұдайы өсу режимін ажыратып біз оны дәлелдейміз, және отбасына зерттеу жүргізіп, классификация жасаймыз. Бейнефильмді қараймыз. Молодость продлили. Теперь молодым человека будут считать до достижения 44 лет. Всемирная организация здравоохранения официально пересмотрела возрастные нормы. Не грустите, если вам больше 40, вы еще молодой человек. Согласно возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, средний возраст теперь заканчивается в 60. И только тогда начинается преклонная возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения. 25-44 года молодой возраст, 44-60 средний, 60-75 пожилой возраст, 75-90 старческий, после 90 долгожители. Жаңа туған баламен 25 жас аралығында бұл қандай жас? Жас өспірім кезеңі өте жақсы. Ал 25 пен 44-ке дейін жастық кезең, 44 пен 60-қа дейін 65 пен 70 жасқа дейін жас. Ал енді 75 пен 90 және 90-нан арада өмір сүрушілер. Балалар өте жақсы. Сіздер егерде мына өздерінің топқа назар аударатын болсаңыздар, сіздерде қандай жас? 65 пен 75. Өте жақсы сіздерде? Жастық кезең екен. 25 пен 44. Орта жас. Балалар осы 44 пен 60-ның аралығында орта жас дейді.
Өте жақсы балалар. Мінекей, біз бөлдік балалар. Енді сендер қалай ойлайсыңдар? Халықтың ұдайы өсуі. Сонда дүниеге жаңадан бала келеді, ол жаңарып отырады, үлкен адамдар дүниеден не қылады екен? Қайтады. Сонда бұл халықтың ұдайы өсу типі. Енді құрылым дейді балалар. Құрылымға нені жатқызамыз? Мысалы, отбасы, некені жатқызамыз. Тағы да біз нені жатқызамыз? Жақсы. Оқулықтарын ашыңдаршы. Халықтың ұдайы өсу. Қараймыз құрылымын. Иә. Халықтың ұдайы өсу. Аш. Оқулықты. Иә. Сендер дәрісіміз тақашы. 26-шы бет. Не ол 26-шы бет болады. 26-шы бетті ашсаңдар оқулықтың. Міне, халықтың демографиялық құрылымы. Халықтың демографиялық құрылымы неден тұрады? Жас, жынысы, некеге, отбасылық мәртебе дейді балалар. Өте жақсы. Қане, кім айтады балалар? Некеге қай жастан тұрады? 18-ден кейін не? 20-25. Отбасын құруға? Құқығы бар екен. Өте жақсы. Қазір оқып шығамыз осы отбасының, халықтың демографиялық құрылымын бір қарап оқып шығайық балалар. Қараймыз. Балалар, бер тақтаға назар аударсаңыздар, демек қараңыздаршы. Сонда біз халықтың ұдайы өсу мәтінін оқимыз. Терминдерді көшіріп жазамыз. Бірінші сызба нұсқаны қараңдар. Халықтың құрылымының айрықша белгілерін қараңдар. Отбасы типтерінің айырмашылықтарын қараңдар дейді балалар. Сонда қазір сіздер мәтінді оқыңыздарда, сіздерге осы халықтың ұдайы өсуіне қатысты тип терминдерді көшіріп жазамыз. Балалар, кім болды? Терминді кім жазды? Кім оқиды, Тәне? Балалар, кім оқиды? Терминді жаздық па? Анел оқи ғой? Демография, жас аралық, жыныс, неке, отбасылық мәртебе. Өте жақсы. Оқи ғой? Жас аралықтары, некеге тұру, отбасындағы адамдар саны, өлім жітім, бала тууы. Өте жақсы. Мақсат оқи ғой? Жыныс, ерлер, әйелдер, жас, туылу, кәрілік, отбасы, неке, бала, өмір. Өте жақсы. Келесі? Халықтың ұдайы өсуі, демографиялық құрылым, жасы, жынысы, некеге қатысы, отбасылық мәртебесі. Өте жақсы. Қане, кім оқиды? Оқи қойшы. Оқи ғой? Неке, жеспе, жастық кезең, орта кезең, тип, демография, нүкмелиялық отбасы. Жақсы. Өте жақсы. Ал балалар, сонымен біз осы оқулықты мәтінді оқып шығып, сол мәтінге қатысты тапсырмаларды сендер орындадыңдар. Термин сөздерді жаздыңыздар. Енді біз балалар ОПЕК бағдарламасымен жұмыс жүргіземіз. Соткаларыңызды алыңыздар. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында Авито баспасымен біз жұмыс жүргіземіз. Бұл электронды оқулық ОПЕК бағдарламасы. ОПЕК бағдарламасында электронды материалдар базасы. Кәне біз кіреміз ОПЕКке. ОПЕК бағдарламасына кірдіңіз бе? Жақсы, оқыңыз мәтінді. Халықтың ұдайы өсуі. Халықтың құрылымы. Құрылым. Бұл барлық халықтан құрылған адамдардың түрлі топтарының қатынасы, үлесі. Халықтың ұдайы өсуін тікелей әсер ететін түрлі топтарға адамдарды жіктеуге арналған мынадай белгілер бар. Халықтың демографиялық құрылымы. Халықтың құрылымы, жасы, жынысы, некеге, отбасылық болып бөлінеді. Жақсы. Ақжанларды жалғастырыңыз. Халықтың жыныстық құрамы. Халықтың құрылымында ерлер мен әйелдердің арақатынасымен анықталады. Халықтың жас ерекшеліктеріне қарай құрамы. Бұл халықтың жас ерекшеліктерінің бойынша топқа бөлу. Ол бөлінген топтардың санымен және олардың өзара арақатынасымен сипатталады. Демографиялық талдау кезінде көбінесе 5 жылмен және ерекшеліктер топтарына ажыратылады. 1, 4, 5, 9, 95, 100 жыл. Ал әлде қайда жалпыланған зерттеуде 10 жыл мен 10 жылдық аралықпен бөлінеді. Өте жақсы. Келесі кім жалғастырады? Кім ал? Оқи ғой? Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымы төмендегідей жастық кезеңдерге бөлуді қабылдаған: 0-25 бала және жасөспірімдік кезең, 25-44 жастық кезең, 44-60 орта жас, 60-75 егде жас, 75-90 кәрілік, 90 жастан кейін ұзақ өмір сүрушілер. Жақсы, рахмет. Балалар, егер де бері назар аударатын болсаңдар, бұл тақтаға бәріміз бері қарайық. Халықтың ұдайы өсу типі. Мен кірдім балаларды кеткен. Бұл жерде халықтың ұдайы өсу бойынша бала туылу және адам өлімі, халықтың шынайы қозғалысы. Негізінде ұрпақтардың алмасу барысында халық саны мен құрылымынан тұратын жаңарып отыруы, кең мағынасында шынайы қозғалыс, көші-қон, адамдардың бір әлеуметтік топтан екіншіге ауысуы негізінде халықтың үнемі жаңарып отыруын айтады екен балалар. Егер де сіздер мына бірінші сызбаға қарайтын болсаңыздар, қараңыздар балалар, бірінші сызбада жасы, жынысы, некеге қатысы, отбасылық мәртебе. Яғни балалар, сіздер осы тақырып бойынша қарайыңыздар, міне неке дейді. Бұл жұбайлық. Отбасын құру мақсатында мұнда қарап отырсаңыздар, заңда белгіленген тәртіппен тараптардың еркін толық келісіммен бекітіледі. Демография дегеніміз не балалар? Кім айтады? Бұл не демография дегеніміз? Айтамыз? Я? Айта ғой? Демография дегеніміз? Демография дегеніміз халықтың бір жерден екінші жерге белгілі бір себептермен, яғни климат өзгеруінен немесе осы мемлекеттің экономикалық жағдайларынан көшіп қонып жүруі. Бұл жалпы демография бұл не? Халықтың шығу тегін алады, зерттейтін ғылым. Яғни жақсы. Ал көшіп-қон дегеніміз не? Айта ғой, көшіп-қон дегеніміз? Көші-қон дегеніміз бұл белгілі бір жұмыс бабымен немесе климаттық апаттық өзгерістермен, табиғат өрісімен белгілі бір жерге қоныс аудару болады. Ол жерге себептер болатын жұмыс бабымен, климаттық өзгерістермен, табиғат бабымен ол бізге мақсат болып басқа жерге орын ауыстырамыз. Өте жақсы отыра қойыңдар. Балалар, көші-қон бұл миграцияның өзі екіге бөлінеді, ішкі және сыртқы. Ішкі дегеніміз кім айтады? Айта ғой? Ішкі көші-қон дегеніміз ол өзіміздің осы аумақта яғни Қазақстан жерінде кез келген жағдайда басқа жерге көшу. Қазақстаннан бір облыстан екінші бір облысқа көшу. Ал сыртқы? Ал сыртқы облыс дегеніміз ол Қазақстанның табиғат құбылысына байланысты шетелге, өзге елге көшу болып шығады. Өте жақсы. Отыра ғой. Егер де балалар біз ары қатар жұмысымызды жалғастырайық, бұнда қараңыздаршы бері. Менің отбасым дейді балалар. Отбасым. Кәне? Балалар, осы отбасына байланысты кім өзінің отбасы туралы айтып бере ма? Айта ғой. Жақсы? Отбасы бұл деген қиын қыстау сәтте бір-бірін қолдап өтетін кішігірім мемлекет. Менің отбасымда 5 адамнан тұрамыз. Әкемнің есімі Абылайхан, анам Эльмира және екі қарындастарымның есімдері Каусар, Інжу. Ал мен үйдің үлкені, жасым 14-те. Менің әкем отбасымызды қаржы жағынан қамтамасыз етеді, ал анам балаларына тәрбие жағынан жетілдіреді. Бірақ қазіргі уақытта анам да жұмыс жасап жүр. Менің отбасымда ерекшеліктер көп байқалмайды, бірақ біздің кешкі асымызда дастархан барысында көп әңгімелерімізді, мәселелерімізді шешіп отырамыз. Көп сырласамыз да осы күлкі әңгімелерімізді айтып күліп отырамыз. Аян, сіздердің отбасыларыңызда қандай құндылықтар бар? Бізде сүйіспеншілік пен бірлік және сенім бар. Сенім бар, өте жақсы. Қараңыздаршы балалар, мейірімділік, бірлік, бір-біріне деген не? Сүйіспеншілік бар екен, өте жақсы. Келесі біз мына бір видеоны тамашалайық балалар. Адам планетамыздың баға жетпес байлығы. Тұрғындар географиясы зерттейтін басты нысандар қатарына халықтың саны, оның құрамы, таралып орналасуы мен ұдайы өсу режимі жатады. Бұл мәселені этнография мен демография ғалымдары да зерттейді. Халық саны туралы нақты
нақты ақпарат ұйымдасқан түрде жүргізілетін халық санақтары нәтижесінде ғана белгілі болады. Халық санағы келісімді белгілі бір уақыт аралығында өткізіліп тұрады. Әрі, мұндай бір жолғы есеп халықтың тууы, өлімі, некелесуі тағы басқа осы тәрізді мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Халықтың ұдайы өсуі адамдардың ұрпақ ауысуы нәтижесінде жүзеге асып, оның саны, жастық және жыныстық құрамы өзгереді. Жер шары халқы алғашында өте баяу өскен. Мұны адамның табиғат апаттарына тәуелділігімен, жиі болған соғыстармен және жұқпалы аурулардың кең таралуымен түсіндіруге болады. Мысалы, 14 ғасырда Еуропаны жайлаған оба дертінен халықтың шамамен 20%-ға жуығы қырылған. 1984-1985 жылдарда болған құрғақшылық нәтижесінде Эфиопияда аштықтан миллиондаған адам қайтыс болды. Өндірістің жетілуі, адамдардың тұрмыс жағдайының жақсаруы және медицинаның алға басуы нәтижесінде дүние жүзі халқы жылдам қарқынмен өсе бастады. Әсіресе 20 ғасырда халық санының айрықша жылдам артуы байқалды. Мысалы, 1930 жылы жер шары халқы 2 миллиард адам болса, 1962 жылы 3 миллиард, 1976 жылы 4 миллиард, 1987 жылы 5 миллиард, ал 1999 жылы 6 миллиард адамға жетті. Қазіргі таңда дүние жүзі халқының саны 7 миллиардқа жеткен. Халық саны мұндай күрт өсуі демографиялық жарылыс деп те аталады. Бұл құбылыста адамның өмір жасының ұзаруы, сәбилер өлімінің азаюы жағдайында туу көрсеткішінің өзгеріссіз қалуымен түсіндіруге болады. Дегенмен 1980 жылдардың ортасына қарай халық санының өсуі баяулай бастады. Бұл туу көрсеткішінің күрт кемуімен байланысты болды. Дамыған елдердің көпшілігінде халық санының өсуі тұрақтанып, кейбір елдерде, мысалы Ресейде табиғи өсу мүлде тоқтады. Ал Жапониядағы туу көрсеткіші төмендеу үстінде. Халықтың ұдайы өсуінің өтпелі түрлеріне келсе, олар туудың орташа мөлшерімен, өлімнің аздығымен және халықтың бірыңғай өсуімен сипатталады. Адамның өмір жасының орташа ұзақтығына елдегі экономикалық көрсеткіш, әлеуметтік тұрақтылық, экологиялық жағдай және денсаулық сақтау жүйесінің қызметі тікелей әсер етеді. Балалар, біз халықтың ұдайы өсу типі туралы білімлі кезеттен ақпарат алдық. Қазір атластарыңызды ашыңыздар. Халықтың ұдайы өсу типі 42-ші бет балалар. Атластарыңызды ашыңыздар. 42-ші бет ашайын. 42-ші бет ашсаңыздар, қараңыздар балалар. Баланың тууы, өлімі, халықтың табиғи өсімі. Осы халықтың табиғи өсімін қарайық та картадан. Шарт белгілерге қараймыз. Табиғи өсім қараңыздар. Сонда көріп отырсыздар ма, ең табиғи өсім жоғары қай мемлекеттер? Ал ең төмені Европа елдерінде. Халықтың табиғи өсімі қай мемлекеттерде ең төмен? Киев, Ресей. Европа елдерінде қарап тұрсаңыздар, мінекей балалар, міне Европа елдерінде. Қарайықшы бері. Міне Европа елдерінде. Ал қай елдерде өте жоғары? Міне Африка елдері. Енді сіздер саяси картаны ашсаңыздар, саяси картаны ашыңыздаршы. Біздің Қазақстанда қанша халық тұрады балалар? 18 миллионнан астам халық тұрады. Ал дүние жүзінде жер шарында қанша халық тұрады? 7 миллиардтан астам халық тұрады. Біздің Қазақстанда балалар көп ұлтты. 131 ұлт өкілдері тұрады. 131 ұлт өкілдері. Ал енді қандай ұлт өкілдері тұрады біздің Қазақстанда? Айта қойшы. Біздің Қазақстан мемлекеттік ұлтты мемлекет. Ол 131 ұлттан асады. Олардың құрамында Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, индонезиялықтар, ағылшындар, орыстар, өте жақсы. Өте жақсы. Балалар, халық бір шаршы шақырым жерде біздің Қазақстанда 6-7 адамнан келеді екен. Ол өте не? Аз, сирек қоныстанған, не? Жақсы. Келесі балалар. Алдарыңызда сіздердің тапсырмалардың
Бірінші тапсырманы шайқаңыз. Так, берілген оқығышы, Анеля, берілген оқы. 8-ші сынып оқушысының өз отбасы туралы жазған эссесін оқып, бір сөйлемнен негізгі ойын жеткізіңдер. Кімнің эссесі үздік болды? Үздік эссе кімдікі? Неге үздік? Жақсы. Менің отбасым. Менің отбасы адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Отбасы қиналғанда, қуанғанда, қуанышыңа ортақ болатын аяулы жандар. Біздің отбасымыздың тірегі сүйіспеншілік, бірлік және сенім. Отбасы жоқ адам қанатсыз құспен тең, ал бірін-бірі сыйлап, бірін-бірі сүйіспеншілікке бөлеп отырған отбасы бар адам өте бақытты жан. Менің отбасымда әкем, анам, ағам, інім және сіңілім бар. Ата-анамыз бізге бауырмал әдепті болуды үйретеді. Сол себепті біз үлкендерді сыйлап, кішілерге қамқор жасауға тырысамыз. Өте жақсы. Балалар, сонымен бүгін біздің осы тапсырмамыз ең үздік эссе. Кімдікі? Неге үздік? Қане айта қойыңыз, ой білсек. Кімнің эссесі үздік болды? Айта қой. Камила. Мен Дамирдікі деп ойлаймын. Өйткені оның оқыған кезде өте түсінікті және отбасының сүйіспеншілігі, бақыты туралы айтты. Өте жақсы. Сонымен Дамирдің эссесін бізге үздік деп айта аламыз, иә? Мен біздің сыныптағы ең үздік эссе жазғандікі деп ойлаймын. Себебі ол эссесін оқығанда өзінің шын жан-тәнімен жазған сезем, және де ол эссесінде өзінің отбасын анықтап көрсетіп, осылай бізге айтып берді, және де сол үздік деп ойлаймын. Өте жақсы. Сонда балалар, отбасы туралы біз сипаттап айта алдық. Қараңыздар, отбасының қасиеттер тізімін біз не қылдық? Жасадық. Енді қалыптастырушы бағалу. Соны 2 жұлдыз, 1 тірек. Алдарыңызда стикер бар. Жазамыз. Балалар, мына жерде келіп білсеңіздер болады. Ең үздік эссе. Мына жаққа келіп стикерлеріңіздеріңіздер. Ең үздік эссе. Ең үздік эссе. 2 жұлдыз, 1 тірек. Өте жақсы. Сеңіздер болады. Балалар, келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада қараңыз, отырғыш Аржан. Балалар, қараң, бір қараңыздар, назар аударыңыздар. Екінші тапсырмада өз отбасыңызды зерттеу. Я? Отбасының құрылымына талдау жасау. Жынысы, жасы, неке және отбасының қатысу белгілері. Бала саны құрылымын анықтаңдар. Екіншісі, отбасының орташа көлемін есептеңдер. Үшіншісі, отбасы құндылықтары. Төртіншісі, табыс көзі. Өте жақсы. Қазір сіздер әрқайсыларыңыз өздеріңіз осы екінші тапсырма бойынша жұмыс жүргізесіздер. Отбасының құрылымына талдау жасаңыздар. Жынысын, жасы, неке, отбасына қатысты белгілер, бала саны, құрылымын анықтаңыздар. Отбасының орташа көлемін есептеңіздер. Отбасы құндылықтары, табыс көзі. Бағалау критерий балалар, отбасының құрылымына талдау жасайсыздар. Дескриптор, отбасы құрылымының ерекшелігін ашып көрсетесіздер.
Сонымен біз бүгін өз отбасымызға зерттеу жүргіземіз. Отбасының табыс көзін, отбасының санын, отбасының орташа көлемін есептейміз. Отбалар. Кім аяқтады? Жан аяқтапты, өте жақсы. Тамирис алайда ғой? Екінші тапсырмада өз отбасын зерттеу берілген. Мен отбасым 2 адамнан тұрады. Бұл мен, анам және мен. Анам 45 жаста, мен 13 жастамын. Адам ауылда тұрады. Өзі 73 жаста. Атаның әкесі ұзақ өмір сүруші. Біздің отбасымыздың ең басты құндылықтары ол сүйіспеншілік, бауырмалдық, кішіпейілдік, өзгелерге көмек көрсету, құрмет және тағы басқа. Өте жақсы. Ал табыс көзі? Табыс көзін айтты? Есептеген жоқсын. Жақсы отыра ғой. Келесі кім? Ал айта ғой, Наргиз айтсын. Біздің отбасымызда 7 адам тұрады. Ол мен, анам, әкем, ағам және 2 сіңлім және інім. Біздің отбасымыздағы ерекшелік ол татулық, бауырмашылдық. Біздің отбасымыздың табыс көзі 380 мыңға жақын. Өте жақсы. Келесі кім айтады балалар? Ал айта ғой. Отбасы құрылымы. Менің отбасымда 3 адам бар. Олар менің анам 37 жаста, інім 12 жаста. Ал бала саны 2. Ал орта саны бәрін қосқанда 64 жас болады. Отбасы құндылықтары. Біздің отбасыдағы бірінші құндылық ол мейірімділік және сыйластық. Табыс көзі ол менің анам. Менің анам біреуі жұмыс істеп ақша табады. Мен де анама көмектескім келеді. Бірақ мен әлі кішкентаймын. Табыс көзі айына 150 мың теңге. Тамаша, өте жақсы, е балалар? Жақсы, рахмет. Балалар, келесі 3-ші тапсырманы орындаймыз. 3-ші тапсырманың берілгенін Аружан оқыш. Хабардарысындай Аружан берілгенін оқы. 8-ші сынып оқушысының өз отбасы туралы жазған. 3-ші тапсырманы. Топпен жұмыс бір отбасының 3 ұрпағын мысалға алып, ұдайы өсу режимін анықтайды. Менталды карта әдісі арқылы тақырып бойынша мәлімет жинақтайды, жариялайды. Көрші топтардың пікірмен танысып, өз ойларын, пікірлерін, бір-бірінің жұмыстарын толықтырады. Өте жақсы. Балалар, қараңдаршы, 3-ші тапсырма өте сондай қызық тапсырма. Бұнда сіздерді топпен жұмыс жүргізесіздер. Бір отбасының 3 ұрпағын мысалға алып отырып, ұдайы өсу режимін анықтаңдар. Бағалау критерийі. Бір отбасының 3 ұрпағының ұдайы өсу есебін айтыңыз. Дескрипторлар. Отбасының жыныстық және жастық құрамын атай алыңыздар. Енді менталды карта әдісі арқылы мәлімет жинақтайсыздар, жариялайсыздар. Көрші топтарға пікірмен танысып, өзде ойларыңды білдіресіңдер. Және не алаймыз? Әр топ бір-бірімізді бағалаймыз. Ал, іске сәт кірісеміз. Балалар, топта жұмыс жүргіземіз. Біз бүгін бірлесе отырып жұмыс, бір-бірімізге көмек береміз, бір-бірімізді тыңдаймыз, талдаймыз, шешім қабылдаймыз. Қорытындылайсыздар балалар жұмысты. Бұлай, мына жерге жақындырып қорғандыр. Бұл жерде біздің тобымыздың ұдайы өсу режимі. Ең біріншіден
Біз Бақтиярдан бастаймыз. Бақтиярдың Біз бірінші, біз осы кестені сызғаннан кейін ұдайы өсу режимін салдық. Ұдайы өсу режимінде біз өзіміздің әр тобымыздағы, әр адамның отбасындағы адамдардың жастары мен олардың саны қанша екенін жазып шықтық. Бұл жерде біріншіден Бақтиярдан бастаймыз. Бақтиярдың әкесі 41 жаста, анасы 40 жаста, Бақтиярдың өзі 14 жаста, оның қарындасы 7 жаста және кіші қарындасы 2 жаста. Екінші бізде Анелдің отбасы. Анелдің отбасында анасы 50 жаста, әпкесі 22 жаста, өзі 13 жаста. Содан кейін Бақытжан Аружан. Әкесі 36-да, анасы 35-те, сіңлісі 6-да, інісі 4-те, ал өзі Бақытжан Аружан 14 жаста. Келесі бізде Мақсаттың отбасын алдық. Мақсаттың отбасының анасы 60 жаста, әкесі 39 жаста, анасы 38 жаста, ал Мақсаттың өзі 14 жаста. Келесі Тәмирис, атасы 73 жаста, әжесі 55 жаста, анасы 45 жаста, өзі Тәмирис 14 жаста. Ақжанның әкесі 39 жаста, анасы 38 жаста, өзі Ақжан 13 жаста, сіңлісі 11 жаста, кіші сіңлісі 2 жаста. Өте жақсы. Жақсы. Балалар, бірінші топтың жұмысын кәне бізде қай топ бағалайды? Қай топ бағалайды? Келе ғой. Бағалай ғой. Мен бұл топты мен өте жақсы деп бағалаймын. Себебі бұндағы тапсырмаларды өте жақсы орындаған, өзінің отбасы жайлы, өзінің ұрпақтары жайлы өзінің ұрпақтарын алып, жақсы бағалап айтқан. Жақсы. Отырыңдар. Келесі қай топ келеді? Келіңдер. Екінші топ келеді. Сіздер бағалайсыздар? Қарасыңдар. Біздің отбасымызда, біздің топымызда біз 3 адамды алдық. Амина, Мұхаммед және Нұраділдің отбасылары. Бірінші Нұраділден бастайық. Нұраділдің отбасында 5 адам бар. Нұраділдің жасы 13-те, анасының жасы 37-те, анасының жасы 37-те, інісінің 12-де, атасының 77, әжесінің 67. Енді Дінмұхаммедті айтамыз. Дінмұхаммедтің отбасында 7 адам бар. Ол атасы, әжесі, әкесі, ағасы және сіңлісі өзі. Әкесінің жасы 44-те, анасының жасы 42-де, атасының жасы 68-де, ағасынікі 22-де, өзінікі 14-те, әжесінікі 67-те, сіңлісінікі 6 жаста. Енді мен айтамыз. Менің отбасымда 7 адам бар. Әжемнің жасы 95-те, атамдікі 100-де, әпкемдікі 22-де, әкемдікі 48-де, анамдікі 46-да, кіші әпкемдікі 21-де, ал өзім жасы 14-те. Балалар, екінші топтың жұмысын қай топ бағалайды? Төртінші топ. Кәне, Наргиз? Менің ойымша, олардың ұдайы өсу режимі өте жақсы жасалған ашық түстермен. Бірақ та олар, мысалы, өз әке-шешесінің ата-анасын, олардың ата-анасын 3 ұрпақты жасы дұрыстырақ болушы еді. Өте жақсы, тамаша. Сонда балалар, Наргиздің айтқаны өте жақсы. Бір отбасының 3 ұрпағын мысалға алуға болар еді. Жақсы балалар, отырыңыздар. Сонымен балалар, халықтың ұдайы өсу дегеніміз не? Кім айтады? Мақсат, не айтасың? Халықтың ұдайы өсу дегеніміз не? Халықтың ұдайы өсу ол халықтың көбеюі және азаюы деген мағынада айтылады. Адамның жыл сайын өшенуі, қанша адамның кетіп келуін өшенеді. Қанша адам дүниеге келгенін қайтыс болған. Сонда халықтың жаңаруы, халықтың ұдайы өсу дегеніміз халықтың не? Жаңаруы. Ал құрылым неден тұрады? Құрылымы? Отбасынан, некеден, жұмысынан және некеге қатысты жақсы. Дұрыс. Ұрпақ мәртебесі жақсы. Ал, айта өтіңдер.
құрылым дегеніміз бұл барлық халықтан құралған адамдардың түрлі топтарының қатынасы. Халықтың ұдайы өсуіне тікелей әсер ететін түрлі топтарға адамдарды жіктеуге болады. Бұл халықтың құрылымы мынандай сызбамен беріледі. Жасына қарай, жынысына қарай, некеге қатысына қарай және отбасылық мәртебесіне қарай деп бөлеміз. Жақсы. Так, балалар, өте жақсы. Сонымен бүгін біз сабағымызды қорытындыладық. Қазір алдарыңызда стикер тұр. Рефлексия. Бүгін маған не жаңалық болды? Қане? Не қараңыздар? Менің отбасым, мінеки балалардың жасаған коллажы, қараңыздаршы бәйтерек тамырын терең жайып тұр, иә? Онда атасы, анасы осы бәйтерекке теңеп тұр. Әкесін қараңыздар. Яғни жапырақ бұл балалары. Яғни мына бұдағы анасын. Анасы осы ұрпақты неғып тұр? Терең, яғни көбейтіп, жалғастырып тұр екен. Қараңыздаршы, менің отбасым деген қандай тамаша жасалған коллаж. Ал сіздердің жасаған коллаждарыңыз бар ма? Келе ғой. Шығар ғой. Келе ғой. Менің анамның аты Айнаш. Менің анам қазіргі уақытта 40 жаста. Анам қазақ тілі пәнінің мұғалімі, 10 жыл бойы мұғалім болып жұмыс істеп жүр. Анамда 14 грамота бар және қазіргі уақытта анам балабақшада мұғалім болып жұмыс істейді. Ол түнін ұйқысын 4 бөліп аялап мені бақты. Сол үшін мен оны өте жақсы көремін. Менің қарындасымның аты Айғаным. Айғаным 11 жаста. Ол 5 сыныпта оқиды. Ол жеңіл атлетикаға құштарлығы бар. Айғаным кішкентайдан бері суретке түсуді жақсы көретін. Ол үйді жинауды ұнатады. Ол менің айтқанымды тыңдайды және мен оны қатты жақсы көремін. Келесі менің атым Олжас. Мен 14-темін. Қазіргі уақытта мен дзюдоға қатысамын. Оған дейін мен каратэге, футболға, боксқа, кикбоксқа қатысқанмын. Менің отбасымда 4 адам бар және мен оларды қатты жақсы көремін. Өте жақсы Олжас, тамаша. Өте коллажың өте жақсы. Мінекей балалар, біз Олжастың отбасымен таныстық. Келесі Тамирис. Ал Тамиристің коллажын көрейік. Көрсете ғой. Менің отбасымда 5 адам бар. Әкем, анам, мен, сіңілім, інім. Әкем HDH-да жұмыс істейді. Астана темір жол жекеменшікте жұмыс істейді. Әкемнің жасы 42-де, анам жасы 34-де. Анам жекеменшік мектепте жұмыс істейді. Мен Апсек мектепте 8-ші сыныпта оқимын. Бұрын суретке барған едім. Сіңілім 1-ші сынып оқушысы менің мектебімде оқиды. Інім балабақшаға барады. Өте жақсы, рахмет. Балалар, бер қараңыздар. Онда сіздерге рефлексия. Бүгін маған жаңалық болды. Сіздерге бүгін не жаңалық болды? Қане? Өте жақсы, жазамыз. Стикерлеріне жазып, келіп, яғни табыс басқалдарына ілулеріңізге болады. Мұнда? Оқи қойшы. Оқышы. Не деп жатсың? Маған бүгінгі сабақта қызық болған, ол осы көппен ынтымақтастығы орнаған. Өте жақсы, көппен ынтымақтастық жасаған. Сізге не ұнады? Не жаңалық болды сізге? Дұрыс, өте жақсы. Рахмет. Балалар, бүгін сіздерге топта өте бірлесе отырып жұмыс жасадыңыздар. Көп рахмет. Үйге тапсырма. Үйден сіздер осы тақырыпты оқып келесіздер. Және коллаж жасаймыз, эссе жазып келеміз. Келесі сабаққа үйге берген тапсырма болсын.
Сау болыңыздар.